Сәлеметсіз бе, құрметті ата-ана мен балабақша тәрбиешілері? Балаларыңыз қамырмен, пластилинмен ойнағанды жақсы көреді ме? Пластилиннен қарағанда аллергия туғызбайтын, үйде бар заттармен дайындалатын пластилиннің рецептісін бөліскенімді қалайсыздар ма? Онда осы видеоны соңына дейін толық өткізіп жібермей қарауларыңызға кеңес беремін. Пластилинді дайындау үшін бізге осындай темір ыдыс қажет болады. Оған 1 стакан ұнымызды қосамыз, ұсақ тұзымызды қосамыз. Тұз міндетті түрде ұсақ болуы қажет. Қалауларыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады. Лимон қышқылын саламыз және де құрғақ массамызды 1 келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 2 ас қасық өсімдік майын және де 1 стакан жылылау суымызды қосып, масса 1 келкі болғанша араластырып аламыз. Және де газымыздың осындай отында үздіксіз қозғап отырып, қамырымызды осылай кептіріп аламыз. 3-5 минуттың көлемінде осылай үздіксіз араластырып отырамыз. Кішкене суығаннан кейін өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша краситель қосып бояп алсаңыздар болады. Осы қамырды 3-4 бөлікке бөліп, әртүрлі түс шығарсаңыздар да болады. Бұл пластилиннің ең басты артықшылығы балаңыздың ұсақ қол моторикасын дамытады. Ешқандай да пластилиндер сияқты аллергия бермейді және де қолжетімді әрі ұзақ уақытқа жарамды болып табылады. Беті жабылатын ыдыста, тоңазытқышта өздеріңіздің қалаған уақыттарыңызға дейін сақтасаңыздар болады. Және де осындай жылтырақ болса, жылтырақ қосып жіберсеңіздер де болады. Баламен бірге ойнауға өте таптырмас және де қолжетімді пластилин. Не болмаса қамыр десек те болады. Осылай балаға әртүрлі формалар беріп ойната берсек болады.